Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында чак-чак дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін ең алдымен 4 жұмыртқамызға 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін алдын ала дайындап қойған електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөліктерге бөле отырып қамыр илейтін боламыз. Қамырына ешқандай су және де сүт қосылмайды, тек осы жұмыртқаға илейтін боламыз. Ұнымыздың ең соңғы бөлігін қосып, осылай қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Міне біз қамырды илеп болдық, дайын болды. Енді бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Он 15-20 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, осылай екі бөлікке бөлеміз. Оларды домалақтап аламыз, одан кейін жұқа етіп жайып шығамыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болғандықтан, ұнды көбірек сеуіп, жұқа етіп жайып шығу қажет. Біздің қамырдың құрамында ас содасы болғаннан кейін, майға қуырған кезде 2-3 есеге ұлғаятын болады. Міне мен қамырды осылай жайып шықтым, және де 5 минутқа кептіріп қойдым. Одан кейін оның үстіне ұн сеуіп, қазір екі бөлікке бөлетін боламыз. Мен ішіне ұнды кішкене көбірек септім. Кескен кезде, яғни біздің чак-чактарымызды кескен кезде арасы жабысып қалмайтын болады, және де оңай ашылады. Чак-чакты кез келген өз қалауларыңызша етіп, яғни әртүрлі етіп кессеңіздер болады. Мен осылай видеода көрсетілгендей етіп, кеспе сияқты етіп кестім. Кесілген чак-чактарымызды осылай кесіп болғаннан кейін, бірден осылай арасын ажыратып алуымыз қажет, сонда біздің чак-чактарымыз жабысып қалмайтын болады. Құрамы өте қарапайым заттардан тұрады, және де оңай жасалады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Енді дайын болған чак-чактарымызды қызып тұрған майда осылай араластыра отырып, қуырып алатын боламыз. Майға салғаннан кейін осылай шанышқының көмегімен араларын ашып аламыз. Сонда барлық чак-чактарымыз бірдей қызарып, әдемі болып пісетін болады. Біздің чак-чактарымыз өте тез піседі, сондықтан да міндетті түрде араластыра отырып пісіруіміз қажет. Сонда барлығы біркелкі әдемі болып шығатын болады. Енді қалған чак-чактарымызды да дәл солай пісіріп аламыз. Өте ұзақ қуырудың қажеті жоқ, әйтпесе күйіп кетуі мүмкін. Міне осымен біздің чак-чактарымыз осылай болып пісіп шықты. Енді өзімізге ыңғайлы үлкенірек ыдысқа салып, оның үстінен 1,5 банка сгущенка құятын боламыз. Егер сгущенканы ұнатпайтын болсаңыздар, чак-чакқа арнайы балды сироп дайындасаңыздар болады. Біздің отбасымызға осы сгущенкамен ұнайтын болғандықтан мен осылай дайындадым. Осымен біздің чак-чактарымыз дайын болды. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Осылай макпен ұсынсаңыздар болады.